Жақсы жаңалық тарады, барша хабардар болсын. Бұл жаңалық үшін видео ризасына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыны ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Ақтөбе облысынан Қостанай қаласына дейін жаңа газ құбыры салынбақ. Өңірдің ауылдық елді мекендерінің тек 25% орталық газбен қамтамасыз етілген. Ақтөбе облысынан Қостанай қаласына дейін жаңа газ құбыры салынбақ. Жоба туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың Қостанай облысына жұмыс сапары аясында өңір әкімі Құмар Ақсақалов айтты деп хабарлады Халық үні тілшісі. Әкімнің айтуынша, ауқымды жобаны іске асыру елді мекендерде де оған қоса көп отын көлемін қажет ететін ірі инвестициялық жобаларды газдандыруға мүмкіндік береді. Айта кететін болса, Қостанай облысында ауылдық елді мекендердің тек 28% орталық газбен қамтамасыз етілген. Сондықтан бұл жобаның өңір тұрғындары үшін маңызы зор. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.